Америкада өмір сүруге ата-анаң қарсы болмады ма деп сұрайды адамдар. Мені керісінше шетелге кет, әлемді шарла, әлем керемет деп өсірді. Анаммен мектеп уақытында ұзақ отырып география оқитынбыз. Анам әлем картасын жаттатқызып, елдер қайда орналасқан, Қазақстаннан қаншалықты алшақтықта, елдердің астанасы қандай, тілдері қандай, соның бәрін үйрететін. Дүниежүзі тарихында солай оқитынбыз. Сонда біз Шымкенттен 4 сағаттық жердегі кішкентай ғана ауылда тұрамыз. Ауылымызда бір мектептен басқа түк те жоқ. Үйірме атымен жоқ. Бірақ анам екеуміздің арманымыз шексіз болатын. Сол уақыттарда армандарымыз өте алыс және бұлыңғыр көрінетін. Бірақ Алла ниетімізді көрді. Және де міне нәтижесін сіздер көріп тұрсыздар. Анам жүр Европаның түпкір-түпкірін аралап, жасы 60-та болғаны түк те кедергі емес. Мен жүрмін мұхит асып Америкада. Осыдан кейін арман орындалмайды деуге ұялыңыздар.